Салам алейкум достар, сендермен бірге мен Але, қалайсыңдар жігітлер. Короче, бүгінгі видеода достар мен сендерге Free Fire'дың жаңа осы бізге жақында беретін керемет халявалары мен жақында шығаратын керемет скиндар және де осы Грозадан кейінгі келесі ару және джекпотты айтып өтетін боламын. Тіпті оны одан кейінгісін де айтып өтетін боламын. Сондықтан да видео қызық болады деген ойдамын. Сондықтан да видеоны соңына дейін қара, артынан тіркемесең тіркел, давайте по-братски комментарийін жазып кет и біз бастаймыз. Ал ең бірінші видеомыздың басын осындай бір кереметтей нәрсемен бастағым келіп тұр. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің көз алдымызда 26 персонаж. Осы бізге 26 персонаждың тек қана біреуін таңдауға мүмкіндік береді. Тек қана біреуін. Кейбір жігіттерге айтайын, ішінде алог жоқ. Ішінде алог жоқ. Free Fire никогда бермейтін болар алогты халявы. Короче, түсіндіріп өтейін. 20 мың репостқа 5 персонаж ғана береді. Оның ішінен, короче, тоже біреуін аласың. 40 мың репостқа 15 персонаж, 60 мың репостқа 26 персонажды бізге беріп тұрады. Тек қана ішінен біреуін ғана таңдай аламыз. Халява, просто так халява алып кетеміз. Мен мынаның ішінен егер де жаңадан шыққан футболист Лусио болса, соны алам, ал егер де ол болмаса, Хаятоны алатын шығармын. А так былай маңызды нәрсені көрген жоқпын, қалғанын бәрін былай арзанға сатып алуға болады сияқты негізінде. Және де келесі бізде осындай Лусионың киіп тұрған керемет очки жігіттер қараңызшы. Просто топский тигровой, тигр очки сияқты. Осы жақында шықты ғой, типа тигр набор мен киіп жүретін, и соған мынау очки просто четко кететін сияқты, әдемі реально. И және де осындай қарға сияқты прикольный маска, реально просто прикольный. Білмеймін, маған қызық болып тұр, әдемі негізінде, білмеймін, просто прикольный. И және де оның қасында мынандай просто топский маска, мынау шынында да, мынау енді сөзім жоқ, мынау енді просто топский. Free Fire уже халяв бермейді, ақшалай беру мүмкін. Негізінде осындай цветтегі заттар алдында мен Free Fire'дың туған күніне бізге беретін халявалар дейтін видео шығарған болатын. Сол видеоны көрмесең комментарий қалдырып кетемін. Сол видеода айтқан заттармен қасында тұратын бір нәрсе сияқты. Короче, бұны да халяв беріп қалуы мүмкін. Free Fire'дың туған күні 22 август болады. Сол кезде барлығын көретін боламыз. Оған дейін де видеолар шығаратын боламын, қалай береді деген сияқты. Соны да күтіңіздер. И және де келесі енді ару және джекпотқа келейік. Келесі ару және джекпот осындай скесына еді. Енді 2 урон, 1 точность. Меніңше нормаль сияқты. Скорострельность дейтін скесқа вообще қатысы жоқ сияқты. Скестің уроны 90 қазір обычный скинда, ал 2 урон қосылса примерно 110 сондай болады. Еще 1 точность қосылса вообще керемет болады деген ойдамын. И және де СКСтан кейінгі ару және джекпот, жігіттер, просто топ. Винчестер, осыны мен тағы да видеомда шығарған болатынмын. Мына айтайын, 2 скорострельность, 1 магазин, просто топский ғой. Қазір скины жоқ Винчестердің өзіне адамдар уже надоел деп жүрген кезінде мынаны Free Fire биттенен бұлшетіп жабыстырып жіберді ғой кәдімгідей. 2 скорострельность магазин болса примерно 3-4 патрон саласын и тоқтамай дырылдатып тастайсың ғой кәдімгідей дигл сияқты айыр жібересің ғой мен дейтін. Вообще реально нервіға тиеді деген ойдамын. И және де осындай прикольный женский набор, общий киіліп кететін набор. Білмеймін, прикольный, қатты әдемі емес, қатты жаман емес, прикольный. И және де осындай типа джокер деймін бекен, женский түрі, мужской түріне көрсететін боламын. Мынау женский түрі просто топский. Шында да мен осы джокерлерге реально басым кетеді, до того басым кетеді. Мен естуім бойынша 22 август, осы айдың соңғы жағында, августтың соңғы жағында тайни магазин шығады. И осылар тайни магазиннің главный наборы болуы мүмкін деген бір әңгімелер естіп жүрмін негізінде. Возможно, тайни магазинде женский және де мужской болып екіге бөлінеді. Мынау енді соның точно несі болуы мүмкін. Бірақ енді точно білмеймін. Естіп жүргендерім бар, көріп жүрмін ютубтан, сондай бір нәрселерін айтып жатыр. Ал мынау енді мына мужской наборын уже бәріміз білеміз, өйткені Free Fire кіргенде обложканың үстінде шығып тұрады. Реально мынау просто топ. Мынау сөзім жоқ, шашы, бетіндегі маскасы, киімі вообще сөзім жоқ, аяқ киімнен басқа. А так үстінің бәрі просто топский, сөзім жоқ. И және де осындай тағы да бір қызға киім, білмеймін, мынаған сөзім жоқ, просто прикольный. Әдемі де емес, жаман да емес, просто прикольный. Егер де бөлініп киілетін болса, үстіндегісі просто топ деп ойлап тұрмын. Ал жігіттікін көрсейін, жігіттер, достар, просто вообще бір түрлі вот неке достар, көрсең, жігіттікі маймыл ғой, маймыл ғой, қалқан құлақ көзіне Майнкрафттың очкиін киіп алған. Реально просто прикольный.
Ну, сөзім жоқ, жаман демеймін, жақсы демеймін, просто прикольный, но қызық үшін реально. Free Fire просто қызық үшін вообще керемет шығарып жатыр. Және де достар айта кетейін, жақында аяқ киімнің джекпоты шығуы мүмкін, білмеймін, бұрындарда ол шықты ма шыққан жоқ па, бірақ та жақында осы аяқ киімдерге джекпот шығуы мүмкін. Мужской, женский там тоже бір нәрселер болады. И оның қазір мен сіздерге видеосын көрсетейін десем, оны вообще таба алмай қалғанмын ғой. Ну, жақында ғана тоже оған арнайы видео шығаратын боламын. Но оған уже әлі көп бар, 3 айдай или 4 айдай кемінде. Ал одан асып кетпесе, пример сондай бар. Енді бұйырса ол уақытқа дейін аман болсақ шығаратын боламын. Сондықтан егер достар бүгінгі халяваларды сізге көрсеткенім осы. Короче, кейбір заттарды халява береді, кейбіреулер жаңадан шығатын скиндарға просто так обзор жасаған болатын, көрсеткен болатын. Егер де видео ұнаса, давайте жігіттер тездетіп мені 200 подписчикке шейін айырып тастасақ, 200 подписчик болғанда мен кереметтей подписчиктермен бір видео түсіретін боламын. Сондықтан да давайте барлығымыз бірге 200-ге бірге жетейік. И давайте сене бірге болғанмен але давайте деп қояды дейді.